сезіммен үйренген дұрыс па, ақылмен ба? Себебі мынандай нәрсе болады. Енді бір достарым айтады, мысалы, мына қыз жолығып маған мүлде ұнамайды дейді. Бірақ енді жақсы қыз дейді. Мінезі де жақсы, несі де жақсы. Бүйтіп ақылмен әйел болатын қыз екенін түсініп тұрмын дейді. Бірақ ешқандай ішімде сезім жоқ дейді. Осы қаншалықты дұрыс? Ақылмен еркек әрқашан ақылмен үкім шығару керек. Бірақ сезім қатар жүру керек. Маңызды. Маңызды ол. Неге, не үшін маңызды? Бұндай сен айтқан оқиғаны мен өзім көзіммен көргенмін. Бір жігіт солай үйленеді. Түрі тартымды емес өзіне. Байқанда. Жүрегі де дір етпейді, мысалы үшін. Сөйтті, бірақ пысық дейді кәдімгідей. Үй шаруасына пысық, тағысын тағы деген секілді. Сөйтіп сол жігіт 2 жылға жетер-жетпес ажырасып кетті. Ажырасу себебі басқа әйел алам деген. Әйел алу себебі төсек мәселесінде барғысы келмейді, тағысын тағы деген секілді. Сөйтіп ажырасып кетті. Себеп не болып тұр бұл жерде? Дұрыс, енді ол хайуани бір нәпсі болуы мүмкін деп тұжырымдап алуы мүмкін, бірақ ана жігіттің өзіне аузын шапқан нәрсе, мен баста өзім енді сезімге мән берместен былай ала салған екем. Әйел болады қыз деген секілді нәрсемен. Осындай нәрсеге ұрынып қалмас үшін міндетті түрде симпатия болу керек. Оны сен қасыңа алып жатасың ғой, сен ертең оны. Қанша Құдай 60 жыл 70 жыл өмір берсе, қасында жатады ғой сен бірге. Қасында енді симпатия болмаған, байқанда кішкене еркекке жақын біреу жатса да ыңғайсыз ғой саған енді. Дұрыс па? Енді сол еркекке жақын қыз кемсітіп жатқан жоқпын мен оны. Әркім көзіне ай көріне көзіне дейді. Басқа біреу ұнауы мүмкін да ол. Түсініп тұрсың ба? Саған ұнамай тұр ол баста. Сөйтіп ал қасыңа алып келіп ертең оны. Кейін ол маңызды болып тұр ғой. Кейін сезім ашылып кетеді. Болмайды ол нәрсе, дұрыс. Кейін махаббат болады. Пайғамбарымыз уақыт өте келеді деп алдап, өзін алдап, жаңағыдай асығыстық танытуға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдыңғы подкаст айттық қой біз. Хитбада мақсат не? Танысу емес. Оның симпатия бар ма, жоқ па? Ұнай ма, ұнамай ма? Соны білу үшін шығамыз хитбада дедік қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Бір сахаба келеді, аңсарлы сахаба келеді да, Аллахтың есімімен үйлендім дейді. Оны көрдің бе дегеніңізде, жоқ, мен көрмедім дейді. Үйленіп жатырмын дейді, үйленіп жатырмын дейді. Сол кезде фанзур илайха дейді. Бар да оған қара дейді. Бұл жерде енді қарауда мақсат не? Яғни ұнай ма, ұнамай ма, соны көру. Ұнады, кішкене тартымды, болады, не істеуге? Үйлене бер, тәуекел. Қыз балада, ұл балада, иә? Хитбада сұқтанып бастан аяқ деген сөзім ғой, енді қарауға бола ма қызға? Бізде шахуатың оянатын болатын болса, тіпті орамалда қыз бар, орамалда қыз жүр. Шахуатың оянатын болатын болса, орамалда қыздың бетіне де қарауға болмайды. Ал дәл осы үкім түседі хитба кезінде. Шахуатың оянат деген сенде қорқыныш болса да, қыздың жүзіне қарауға болады. Үйлену мақсатында. Қыз да дәл солай. Неге сен үйлену мақсатында қарабассың оған сен? Қарамай бүйтіп тұрып үйленіп кетсең болмай барған кезде алдында бір еркекке жақын біреу тұр, немесе жаңағы басқа бір қобжық маймылға жақын бір жігіт тұр деген секілді, мысалы сондай болып қалуы мүмкін. Негізі бастан аяқ қарау мәселесі бар ғой. Хитба кезінде еркек әйелге қарауы, яғни маңыздырақ па, әлде әйелдің еркекке қарауы маңыздырақ па деген мәселеде Шейх Салих абдул-Хадж айтады, ұстазымыз. Әйел еркекке қараған маңыздырақ дейді. Яғни дұрыстап қарап ал дейді. Еркекке ше, сенде ертең таңдау болмайды. Сенде таңдау болмайды. Сол үшін дұрыстап қарап ал. Маймылдан сәл әдем болса болды, ол пәленше екен, білімі бар екен, шетелде пәлен оқып келген екен, түген оқып келген екен деген нәрсеге алданып қалма. Қара, кішкене әдемілеу болсын деген секілді ғой. Қазір кішкене әдем болды деген жігіт үйленгеннен кейін ол өзіне қарамауы мүмкін да, қарны шығып басылып, одан бетер кетіп қалуы мүмкін да. Көбіне. Соған ориентир ала бересіңдер ғой қыздар.